Менің атым Орынша, мен Асар баспананың салымшысымын, Алматыда тұрамын. Осы жақында Асар баспана туралы қаржы пирамидасы деп бүкіл СМИ, бүкіл журналистер, бүкіл ақпарат құралдары шулады. Бұл негізінен алғанда өтірік ақпарат, және бұл Асар баспанаға жабылған жала деп есептеймін. Енді оның өтірік екенін қазір мен сіздерге Асар баспананың пирамида емес екенін дәлелдегім келіп тұр. Біріншіден, Асар баспананың ақшасы, салымшылардың ақшасы, ол Қазақстанда айналады. Мысалы, көптеген компаниялар бар, Қазақстанда жұмыс жасап атқан шетелдің компаниялары, онда жұмыс жасап атқан Қазақстанның ақшасы шетелге кетіп жатыр. Ал Асар баспананың ақшасы, ол Қазақстанның ішінде айналады. Енді кеше Асар баспанадағы бәленбай миллиард теңге және 13 машинаны тәркіленді деп отыр. Оның барлығы Нұрбол мырзаның машинасы емес, Нұрбол мырзаның ақшасы емес, ол осы Асар баспанадағы салымшылардың ақшасы. Мен өзім салымшымын, мені ешкім зорлаған жоқ, өзім осы Асар баспанаға тіркелдім. Өйткені оның жоспары өте ұнады. Екіншіден, Асар баспанада қанша адамға жұмыс орнын беріп отыр. Мысал айтайын, тігін цехы бар. Тігін цехында қаншама адамдар жұмыс жасайды, және осы тігін цехында постельное белье дейміз, яғни төсек жабдықтары өте жоғары сапада Қазақстанның түкпір-түкпірінде сатылып жатыр. Ол тіпті талас жетпейді. Қазақстанға жетіп жатыр, өйткені сапасы өте жақсы. Екіншіден, Асар баспана шетелден массажистерді шақырып, Қазақстанның адамдарына үйретіп, массаж кабинетін ашты. Қазір осы массаж кабинетінде осы Асар баспанадағы адамдар массаж алып, денсаулықтарын жөндеп жатыр. Үшіншіден, Асар баспанада автосалон дүкені ашылды. Осы дүкенде әкеліп, машиналар әкелініп, ол машина сатылғаннан кейін, оның пайдасы Асар баспанадағы салымшыларға теңдей бөлініп беріледі. Сонымен қатар, кешегі айтқан 13 автокөлік, осы автодүкенде тұрған көліктер тәркіленді деп атқан, халықтың ақшасына алынған көліктер. Төртіншіден, Асар баспанада өнер мектебі ашылған, өнер мектебі бар. Онда Қазақстандағы Асар баспанадағы адамдарға домбыра үйретеді, пианино үйретеді, скрипка үйретеді, ән салдырады, би билетеді. Асар ансамблі құрылған. Осы Асар ансамблі қарттар үйіне барып, қайырымдылық бойынша тегін концерттер беріп жатыр. Қазақстандағы көптеген кәсіпкерлер Асар баспананы естіп, Асар баспанамен келісім шартқа отырып, өз өнімдерін сатуда. Мысалы, мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлер өздерінің малдарын әкеліп Асар баспанаға өткізеді, оны Асар баспанашылар сатып алады. Қазақстандағы Талдықорған қаласындағы Мақсары майының заводы Асар баспанамен контрактыға отырды. Сөйтіп, Сафлор майын асаршыларға сатып жатыр. Одан бөтен ауыл өркенде деген жоспары жақын арада іске қосылу керек. Оған жұмыс жасалынып жатыр, ол келешектің жоспары. Сонымен қатар Асар такси ашылмақшы. Мысалы, Яндекс такси, Индрайвер таксилерінен Қазақстанның адамдары пайдаланады, бірақ түскен ақша шетелге кетеді. Ал егерде Асар такси ашылатын болса, онда Асар таксидің ақшасы Қазақстанда айналады. Бұл да келешекке жоспарланып отырған зат. Енді келесі тағы бір жақсы нәрсе, су тасқыны болды былтыр. Қаншама адам зардап шекті. Міне сол кезде Нұрбол мырза біз біргеміз атты қор құрып, сол қор бойынша осы зардап шеккен адамдарға өз көмектерін көрсетті. Енді мысалы, біз өзіміз асаршылар, Нұрбол мырза ең әділ, ең таза, ең жұмыстың көзін білетін, білікті, білімді азамат ретінде біз асаршылар Нұрбол мырзаны өте жақсы көреміз, сыйлаймыз, қадірлейміз, құрметтейміз. Сондықтан Нұрбол мырзаның ашқан осы Нұрбол мырзаны босатуларыңыз сұраймыз.
қазір шет елдің адамдары асар баспанаға қызығушылық танытуда. Олар айтады, бұл қандай программа, бізде қатысуға бола ма дейді. Мысалы, басқа компанияда жұмыс жасағандар сол компанияға кіру үшін ақшаларын шетелге жібереді. Ал егер де асар баспанаға шетелдің адамдары келетін болса, онда ақшаның бәрі Қазақстанға келеді емес па? Сонда осындай қаншама адамдар осы асар баспанадан кредитін жапты, қанша адамдар қарызынан құтылды. Сонда қарыздан құтқаратын, кредиттен құтқаратын, жылаған адамдардың көз жасын сүртетін асар қандай пирамида? Егер осындай пирамидалар көп болса екен, сондықтан қымбатты достар, Нұрбол мырзамызға бостандық берілсін. Асар баспананың тәркіленген ақшалары мен машиналары қайтарылсын асар баспанаға. Асар баспана жасасын.